Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздермен налоговый режим, қандай налоговый режимге өту керек, одан кейін нацкаталог, яғни 1 январдан бастап бұл заң күшіне енетін болады. Одан кейін барып белый воз, яғни карголардың дәуірі бітті. Енді белый воздың әкеле аламыз товарды тек. Осы тақырыптардың барлығын түсіндіретін боламыз. Давайте бірінші налогқа тоқталамыз. Налоговый режим, осы уақытқа шейін барлығы упрощенкада отыр, ол 80 миллионға шейін порог лимит бар. Ол 3% налог төлейміз. Ал енді қараңыздар, 26 жылдан бастап 40 миллионнан ассаңыз НДС-қа ілінесіз штрафқа. Ал енді не істейміз біз? Көп селлерлер, обороты мықты селлерлардың 90% розничный режимде отыр. Яғни розничный режим деген ол жерде жылына 2 миллиард лимит бар. Соған дейін сіз оборот жасай аласыз. Одан кейін кейбір аймақтарға 2% скидка берген, Шымкент, Талдықорған, Қарағанды деген секілді. Ал кейбір аймақтарда негізі фиксированный налог проценті ол 4%. Алматыны уже 3%-ға заявка тастап қойды, Дархан сатып алды. Скоро күшіне енетін болады, алматылықтарға 3%-ға осы розничный режимде төлей алады. Сол үшін көп селлерлер осы розничный режимде отыр. Бірақ розничный режимнің бұның өзі негізі уақытша режим. Яғни любой уақытта алып тастауы мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, розничный режим алынбаса да, оның ішінде окет бар. Яғни именно маркетплейс, яғни Каспиймен сатушыларға қатысты 4791. Ол окет біздің окет. Яғни осы 4791 маркетплейс окетін алып тастауы мүмкін деген қауесет жүріп жатыр. Егер алып тастайтын болса, онда біз упрощенкеге кіре алмаймыз, потому что 40 миллион оның жылдық обороты НДС-ін асып кетеміз. Розничныйдан окетті алып тастайды. Дұрыс па? Уже розничный не вариант. Үшінші вариант ол общеустановленный. Общеустановленныйда біз таза пайдадан төлейміз 10%. Яғни 100 миллион оборот болатын болса, оның 70 миллион теңгесі, допустим, товар закуп болуы мүмкін. Бірақ товар закупты егер карго арқылы кіргізетін болсаңыз, сіз ештеңе дәлелдей алмайсыз. Ол жерде документ ешқандай жоқ. Ол былайша айтқанда серый возбен кірген бір түрі карго. Ал енді қараңыздар, скоро белый возды міндеттейтін болады Каспий селлерларға. Өйткені неге? Потому что нацкаталогқа енгізу үшін таможен декларациямен сертификат керек болады. Ал оны есе сіз белый возбен кіргізген кезде ғана аласыз. Сол үшін бұның барлығы бір-біріне взаимосвязан, яғни тығыз байланысты. Мысалы айтатын болсақ, қараңыздар, общеустановленный бір плюсы 100 миллион обороттан 70 миллион сіз белый возбен товар кіргізсеңіз, 70 миллионның документін көрсетіп, сіз оны расход ретінде көрсете аласыз. 100 миллионнан 70 миллион товарды тапсасақ, 30 миллион қалады. 30 миллионның ішіне тағы айлық бар, тағы расходтарды көрсетесіз, соның арқасында, допустим, тағы 5 миллион кетті. Сонда 25 миллион қалады. 25 миллионның 10%-ын ғана төлейсіз, яғни 2,5 миллион теңге. Яғни 100 миллионнан сіз 2,5 миллион төлейтін болсаңыз, ол 2,5% налог төледіңіз деген сөз. Яғни общий установленный бір плюсы сіз расход көрсете аласыз, и общий обороттан расходты алып тастап, таза пайдадан ғана төлей аласыз. Сондай преимуществосы бар. Еще алдағы уақытта каргоны тоқтатады. Карго қалай болады? Каргоның әкеп отқандар жұмысы тоқтамайды, бірақ карго арқылы кеп отқан воздардың бәрін тоқтататын болады. Ол не істейді? Карголардың бәрі белый возға өтеді. Яғни олар просто так перевозчик, яғни услугасын көрсетеді. Сіздің тауарыңызды белыймен әкеп беретін болады. Не болмаса сіз өзіңіз брокерлерді жалдап, өзіңіздің тауарыңызды белыймен алып келесіз. Ал енді ашық карточкада сатып отқандар белый возбен алып келетін болса, пайда қалмайды. Өйткені ашық карточкадегілер тиынға жұмыс жасап отыр. Ал енді өзіңіздің брендпен сататын болсаңыз, сіз белый возбен алып келе аласыз. Қазір белый возбен әкеп отқандар официально көбісі өзінің брендімен тауар сатып жатқандар. Өйткені өзінің брендімен тауар сататын болсаң, қандай преимуществосы бар? Сен демпингтен құтыласың біріншіден, екіншіден сенің астыңа ешкім тіркеле алмайды, дұрыс па? Соответственно, бір-біріне связан. Үшіншіден, сен белыймен сатқан соң, ол жерде қалаған маржа қойыласын. 20, 30, 40, 50%-ға шейін маржа қойыласын. Соның арқасында сен белый возбен әкелсең де, оның НДС-ін төлесең де, қандай расход болса да, сен маржаны өзің қойғандығың үшін сен ешқандай минусқа кетпейсің, наоборот, пайдаңды өзің есептей аласың. Ал ашық карточкада сататындар, олар белый возбен әкелуі қиын болады, потому что массовый демпинг ол жақта и тиынға жұмыс жасайды. Егер дәл осы өзгерістерге, егер сен осы уақытқа шейін дайын болмасаң, онда 26 жылдан бастап нарықта Каспийдің алаңында сен ойыннан шығып қаласың. Ойыннан кімдер шығады? Слабый игроктар, алдын ала осылай стратегиялық тұрғыда несін құрмағандар, жоспарын. И көбінесе бүгінгі күнмен өмір сүріп жатқандар. Олар кімдер? Ашық карточкада сататын, демпинг жасайтын, ұзақ мерзімге ойланбайтын сатушылар. Олардың бәрін нарық тазалап тастайды. Ал кімдер қалады ойында нарықта? Ол ұзақ мерзімді ойлай алатын действующий селлерлар. Ал басы істейтін селлерлардың бәрі действующилар. Олар кімдер? Қазір олар өз брендтерінің тауарын Қытайдан өз брендімен әкеледі, соны өзінің брендімен Каспийде сататындар.
Сол үшін егер сіз дәл осы уақытқа шейін ашық карточкада сатып жүрген болсаңыз, оны доғарыңызда өзіңіздің брендіңізді товарыңызына тіркеп, брендпен сатып, ограничение қойып, қалаған маржаны қойып үстіне, Қытайдан өзіңіздің брендіңізден товар әкеліп сатыңыз. Сол кезде сіз ойында қаласыз. Ал егер сіз қалай жасау керегін білмесеңіз, товарный знактан бастап, өзіңіздің брендпен товар әкелу, оны сату, аз уақыттың ішінде топқа шығару, олай болатын болса, маған Инстаграмға жазыңыз. Мен сізге көмектесемін. Қалай? Менде 1 жылдық сопровождение бар. Мен осы уақытқа шейін қаншама шәкірттерім уже өздерінің брендімен товар сатып жатыр. И при этом мен өзім де өзімнің брендімен товар сатамын. Ашық карточкада осы уақытқа шейін саттық, бірақ массовый демпинг. Баға құлап кете береді, ақшаның бәрі товарда тұрып қалады, әкелген товарың жарты жолда бағасын құлатады деген секілді. Ал біз брендке көшкелі қазір ондай заморочканың бәрінен құтылдық. Аналитика жасап, азаннан кешеге ұтпаймыз. Тек өзіміздің брендті көтереміз карточканы, и при этом внешний, внутренний трафикті ғана тартып отырмыз. Дәл осылайын сізді демпингтен құтылып, өзіңіздің брендіңіз жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жазыңыз. 1 жылдық сопровождениемді сізде күтетін боламын. Және де бірге табысқа жетіп, ертерек свой брендті, өзіңіздің брендіңізді қалыптастырыңыз. Егер дәл осы видео сізге пайдалы болған болатын болса, лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда дәл осындай пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.